Радикализм дегеніміз, радикс деген латынша сөзден шыққан. Радикс деген бір нәрсенің тамыры, өткен шағы секілді мағыналарды білдіреді. Бұл анықтамаға сүйенсек, радикал адам санасын өткен шаққа қамайтын адам. Яғни тек қана өткен шақпен өмір сүреді. Өткен шақ ол адам үшін эталон. Сол өткен шақты, өткен ғасырларды қайтадан қазіргі осы шаққа алып келгісі келеді. Аңсайды. Қазіргі осы шақпен қарым-қатынасы жақсы емес. Болашаққа бағдары жоқ. Болашаққа мақсаты жоқ. Тек санасын өткен шаққа қамап қойған адамдар деген мағынаны білдіреді. Сол үшін радикализмнен шығу үшін адамда осы шаққа қатысты, қазіргі шаққа қатысты белгілі бір жоспар болу керек. Және болашаққа қатысты бір мақсаттары болу керек.